мына орыстың қырсық мінезінен құтылу керек қазақтар. Серікжан деген атыңды қарап тұрып, Сережа дегенде талай орыс құрсқа, маған сен ат қойма, маған әкем ат қойды азан шақырып, Серікжан деп. Атасаң мені өз атымен ата, сен маған ат қоятын кімсің деп, талай орыстың жаңағы төбесінен жай түсіргенбіз. Сережа дегенде боқтап, ұрсып, кеңірдегін қысатынбыз. Міне о кезде жаспыз. Сережа деп атама мені дейтін. Себебі мына орыстың шовинистік, сенің әкең қойған атыңа дейін өзгертіп тастайтын, сенің әкең азан шақырған атыңа дейін мойындамай саған өз азан шақырып, сенің әкең құсап саған ат қоятын ол кім? Бұлардың қанына, әрбір клеткасына шовинизм сіңіп кеткен бұлар ем қонбайтын, рәктің соңғы басқышындағы шовинизммен ауырады. Шовинизмді рәк десек, бұлар соның соңғы басқышында ауырады. Ем қонбайды, оларды тек қана ажал емдейді. Сондықтан мынау Гонконгты бүкіл әлем жаңағы Хонконг деп атағанына қарамай, орыстар Гонконг дейді. Не? Таиландтың астанасы Бангконг, жаңағы Бангконг, бүкіл ел Бангконг дейді. Бұлар Бангконг дейді. Мына Мексиканы бүкіл дүние жүзі Мексика дейді, олар Мехико дейді. Холливудты бүкіл жер әлем Холливуд дейді, ағылшын, испан, француз, бүкіл жер әлем. Орыстар Голливуд дейді. Енді сол орыстың осырығын француздың әтірінен артық көріп, дүниеге орыстың көзімен қарап, Құдай берген өзінің жеке мантик басымен ойланбай, орыстың миымен ойланатын қазақтарға айтатыным осы. Қазақша ойлаңдар, тәуелсіз ойлаңдар. Құдай сені қазақ қылып жаратты. Дүниеге қазақ болып келіп, орыс болып өлмеңдер. Дүниеге қазақ болып келдің, не? Қазақ тілінде сөйле, қазақша ойла, қазақша өмір сүр. Орыстық бүкіл аурудан арыл. Орыстың тілін бір ғылымның тілі, білімнің тілі, өскендіктің, дамудың тілі екен деме. Ол оккупацияның тілі, ол коррупцияның тілі, ол деградацияның тілі, ол кері шегінудің тілі, ол шовинизмнің тілі, ол империализмнің тілі, ол ата жаудың тілі, ол ешқашанда ғылымның, білімнің тілі емес. Ғылымда, білімде дәл қазір ағылшын тілінде, байлық та ағылшын тілінде, финанс та ағылшын тілінде, медицина да ағылшын тілінде, космос та ағылшын тілінде, IT саласы да ағылшын тілінде. Дүниенің ең озық ғылымы тапқырланып, ол туралы жаңалықтар, ең қарапайым IT саласындағы жаңалықтар шығып, 3 жыл, 4 жылдан кейін орыстар соны көшіріп, мыжып, қыртып, жаңа кітабын жаза бастайды. Түсіндіріп. Сондықтан мына орыс тілінде сөйлеп, өзінше болатын қара орыстарға айтам. Мына баладарыңды мектепте орысша оқытпаңдар. Ана орыс тілін мәжбүрлеп оқытатын мектептер бар ана. Бүкіл тәпті пән, математика, сатематика, физика, мизика, химия айдалада қалады. Ана орыс тілі мұғалімі деген Құдай сол мектептегі нөмірі бірінші диктатор орыс тілі мұғалімі. Оның бәрін құртыңдар, ата-аналар жиналып кеп, әгі мұғалімді ауаша шақырып, шөтетін дәрі тұрақты беріп тұрыңдар, ішетін болса ішкізіңдер, паралатын болса пара беріп, бүкіл бала сол оқымасын орыс тілін. 5 қоя берсін бәрін осы. Пара беруді мен құптамай, бірақ орыс тілі мұғаліміне пара беріңдер де құртыңдар. Ішетін біреу болса ішкізіңдер. Бойдақ қатын болса, шымкенттіктерге ақша беріп, алып қашып 1-2 ай қатын қылып жүрсін. Бойдақ қатындар болса, шөткізетін дәрінен өлтірмейді ғой, шөткізетін дәрі беріп үнемі ауыртып тұрыңдар. Қысқасы баладарыңа орыс тілін оқытып, миларын ашытпаңдар, ағылшын тілін басып оқысын, ағылшын тілін оқып, ағылшындық әлеммен жақындасып, мына дүниенің озық ғылым білімменен, дүниенің озық ақпаратыменен сауатты болып, содан енді қазақтар бір ағылшын тілі арқылы бір адам болуға қарай тырысуға мүмкіндік бар ма екен деп ойлаймын. Енді мен басымда анда да соғып көрдім, мұнда да соғып көрдім. Қазақты адам қылатын басқа жолды мен көріп тұрған жоқпын. Мынау дін, анау, мынау дейді. Мен дінге қарсы емеспін. Мен өзім мұсылманмын. Бірақ мен бір нәрсені айтқым келеді. Мынау дінді тек гимнастика сияқты оқитын, намаз оқуды гимнастиканың ар жақ бер жағында ғана орындайтын, жүрегінде шыншылдығы жоқтарға мен ескертем. Сен алдымен мұсылман болудан бұрын, сен алдымен адам болып ал. Алдымен сенің жүрегіңде ақиқат болсын, шыншылдық, турашылдық болсын. Сен өмірде шыншыл, турашыл адам болмай тұрып, сенің оқыған намазың, жасаған құлшылығың, барған қажылығың күйіп кетеді, ол бекер. Себеп сен Құдайды алдай алмайсың. Сен бір нәрсені білші, сен қойныңда қатыныңды алдауың мүмкін. Қойныңда қатының
еркекті алдауың мүмкін, сен балаңды алдауың мүмкін, бүкіл еліңді алдауың мүмкін, бүкіл адамзатты алдауың мүмкін, тіпті мына лағнет шайтанды да алдауың мүмкін, бірақ сен Құдайды алдай алмайсың. Сондықтан мынау адам болып алмай тұрып, мынау мұсылман болам деген діни фанаттарға да айтам. Жүрегіңде ақиқат болмаса, жүрегіңде шыншылдық болмаса, оқыған намаз, жасаған құлшылық, барған қажы, оның бәрі нөлға есеп. Сондықтан алдымен адам болуды үйреніп аңдар, сосын барып мұсылман боларсыңдар.